Мә кеше Абу Дабида арабтардың өмір көріп кәдімгідей жыладым ғой мен. Масқара, қалай дамып кеткен десеңші. Арабтар қалай арабтар өздерінің елдерінде би, бай, қожа иесі өздерінің елдерінде қандай сыйлы деймін да. Мысалы қалған анау пакистанецтер, индустар келіп бәрін жұмыс істеп жатыр. Көшелері таза қара жұмыстың бәрін төлке шеттен келгендер істейді. Арабтар өздері төлке мемлекеттік қызметте істейді. Міне қараңызшы, оларда мұнай табылғалы 50 жыл болған. 50 жыл бұрын ол жерде я Дубай болмаған, я Абу Даби болмаған. Ол жерде кәдімгі балықшылардың лашықтары болған екен. Балықшы ауылдың бәрі бір лашықта тұрған ғой, бір арабтар ше. Міне көрдіңіз бе? 50 жылдың ішінде мұнай табылды, 50 жылдың ішінде қандай ерте қылып жіберді нелер. Ал бізде ше, біздің мысалы тәуелсіздік алып, өзіміздің мұнайдың, өзіміздің қазба байлықтарымыздың өзімізге тиесілі болғанына міне 30 жыл болды да. Бірақ бізге мысалы мұрагерлікке ана лашық қалған жоқ қой. Бізге мұрагерлікке Совет үкіметінен әжептәуір инфраструктурасы бар, әжептәуір қалалар, әжептәуір бар жаңағы заводтар қалды да. Мысалы соның өзінде 30 жыл өзіміздің мұнайымыздың өзіміз қазып, өзіміз игілігімізге жаратып жатырмыз. Сонда не жетістікке жеттік 30 жылда? Қандай жетістікке жеттік? Ана арабтарды қараңдаршы, бір-бірін қалай сыйлайды арабтар. Біздің паспортный контрольда қасымызда арабтар кеп тұрды. Оларды очередке де қоймайды ғой. Алды да оны сразу зеленый коридормен басқа паспортный контрольдің басқа невен өткізіп жіберді. Ешқандай без очереди. Арабтарға номер 1 уважение екен бұл жерде. Номер 1. Бізше қазақтар өз елімізде кімбіз біз? Құлбыз ба, күңбіз ба, білмеймін. 30 жыл бойы не бітіргенбіз сонда? Қайда кеткен біздің мұнай? Сорлы екенбіз ғой, сорлы. Зарплатымыз анау бір қайыршының зарплатысындай, азық-түліктің бағасы ана Дубайдағы азық-түліктің бағасындай екен.